Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1-ші сынып математика 59-ші сабақ шамаларды өлшеуді қарастырамыз. Бірінші тапсырмаға көз салайық. Шама мәндері мен амалдар орындайтын боламыз. Суретте нені өлшегенді қара, тағы нені өлшеуге болады, қандай шамалар өлшенді. Балалар, суретке қарап жеке-жеке талдау жасап шығайық. Бірінші суретте үй жануарлары бейнеленген, яғни олардың массасы, салмағы берілген. Ал екінші суретте бізде қаша, яғни шарбақ бейнеленген. Ворота дейміз ғой. Ол бізде ұзындықпен бейнеленген. Ал келесі үшінші суретімізде көлемі берілген, яғни литр мен сыйымдылық өлшенілген. Ал балалар, келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Өзіндік жұмыс. Әр шаманың мәндерін өз суретімен жаз дейді. Бізге берілген масса, ұзындық және сыйымдылық. Әр қайсысы өзіне тән белгілі бір түспен бейнеленген екен. Кәнекей, массаға қатысты сандарды теріп шығайық және оны өз суретімен бірден жазып шығайық. Массасы, яғни салмағы бойынша ең бірінші 9 килограмм, 20 килограмм, одан кейін 50 килограмм, одан кейін 60 килограмм екен. Келесі біздегі шама ұзындық. Ең бірінші бізде 30 сантиметр берілген екен. Сантиметр және дециметр араласқан шамалар берілген екен. Ең бірінші 30 сантиметрді жазамыз, себебі 30 сантиметр дегеніміз бізде 3 дециметрге тең екен. Келесі 5 дециметр. Келесі 90 сантиметрді бізді белгілейміз. Ол бізде 9 дециметрге тең. Одан кейін 10 дециметр. Ал балалар, келесі бізде сыйымдылық. Сыйымдылықтың мәндерін өз суретімен жазып шығайық. 10 литр, 20 литр, 30 литр және 40 литр. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырма. Математика күнделікті өмірде. Ойлан және жауап бер. Балалар, суретке қарап көрейікші. Екі оқушы бізде не ұстап отыр? Шырын ұстап отыр екен. Бірінші тапсырманы оқып көрейік. Үлкен ыдыстағы шырынға екі кішкентай ыдыстағы шырын сияды. Кімнің шырыны көп дейді. Үлкен стақанға бір шырын сиятын болса, екі кішкентай стақанға қанша шырын сияды дейді. Екеуі балалар тең болады. Себебі бір үлкен шырын екі кішкентай шырынға тең. Ал енді екі үлкен шырынға неше кішкентай шырын сияды? Жаңағы біз айтып өткендей, үлкен шыны ыдысқа кішкентай ыдыстағы шырын сиятын болса, біздегі екі үлкен ыдысқа 4 шырын кішкентай ыдыстағы сияды екен. Ал балалар, төртінші тапсырмаға назар аударайық. Сен зерттеушісің. Ыдысты толтыру үшін неше литр сұйық зат құю керек? Өзің мысал ойластыр. Ал досың жауап берсін дейді. Балалар, бірінші ыдысқа назар аударып көрейікші. Толыққанды ыдыстың ішінде 40 литр болу қажет екен. Оның ішінде тек қана 10 литр сұйықтық бар екенін көреміз. Толыққанды 40 литрлік су болу үшін біз 10 литрға қандай санды қосқанда бізде 40 сан шығады екен. Ол үшін 40 саннан 10 санын азайтамыз, сонда мәні 30-ға тең болады. Ішіне 30 литр су құю керек, сонда толыққанды шығатын болады. Бірінші суретке назар аударып көрейік. Бұл жерде де 40 литр су болу қажет. Ішінде 30 литрлік сұйықтық бар. Толыққанды толу үшін 40 литрдан 30 литрді азайтамыз. 10 литр шығады. 10 литр деп жазып қоямыз. Ал келесі құтыға назар аударайық. Толыққанды 20 литр болу қажет. Ішінде 10 литрлік сұйықтық бар. Толыққанды 20 литр шығу үшін 20 санын 10 санына азайтамыз. Мәні 10-ға тең, 10 литр деп жазамыз. Келесі құтыға қарайық. Толыққанды 10 литр шығу керек. Ішінде 5 литр сұйықтығы бар. 10 литріміз шығу үшін 10 саннан 5-ті азайтамыз. Сонда мәні 5-ке тең. 5 литр деп жазып қоямыз. Ал құрметті оқушыларым, бүгінгі сабағымыз тамам аяқталды. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Каналымызға лайк басып тіркеліңдер.